Мен Батыргалиева Айнұр Қанатқызы. Күллі ғылымдардың патшасы болған, нақтылыққа негізделген математика пәнінің жас мұғалімімін. 2019 жылы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетін тәмамдап, алғаш еңбек жолымды студенттік шақта тәжірибелік сараманнан өткен Орал қаласы номері 41-ші мектеп-лицейінен бастадым. Өзімнің бір жылдан астам еңбек жолымды геометриялық фигуралармен байланыстырып айтқым келеді. Мектепке келген жас маман жыл өткен сайын тәжірибе жинақтап, әртүрлі формаға түсіп, өзінің қырларын ашып көрсете бастайды. Ең алғаш мектепке келген кезімді шар деп қарастырсам, ұстаздық жолымда практикамнан гөрі теориям басымырақ болатын. Қобалжу мен өз-өзіме деген сенімсіздік, тәжірибесіздік сезімдерімен арпалысып сабағымды бастап кеттім. Балаларға жаңа тақырыпты барынша жеңіл түсіндіру жолдарын таңдадым. Сабақ барысында ойын технологияларын көптеп қолдана бастадым. Оқушыларды топтарға бөліп жарыстыра оқытуда жақсы нәтиже көрсетті. Оқушылардың шығармашылық қызметінің дамуына көбінесе сыныптан тыс жұмыстар барысында жүзеге асады. Әлемде болып жатқан пандемияға байланысты 2020 жылдан наурыз айынан бастап біз қашықтан білім беруге көштік. Соған орай онлайн мектеп, Zoom сияқты платформалардың көмегімен сабағымды өткізіп жүрмін. Бұдан бөлек сабақ үстінде Kahoot, QZZ, Learning Apps ойын технологияларын кеңінен пайдаланамын. Онлайн оқыту маған бұрынғыдан да жоғары тәжірибе жинауға мүмкіндік берді. Шығармашылығымды дамыту үшін әртүрлі семинарлар мен тимбилдингтерге қатысып жүрмін. Әртүрлі семинарлар жас мамандарға кәсіптік шеберлігін оқытуда, ақпараттық технологияны қолданудағы ізденістерін, әдіс-тәсілдерін көрсету арқылы педагогтардың бүгінгі білім беру талабына сай ақпараттық құзырлығын жетілдіреді. Ал тимбилдингтер әріптестермен қарым-қатынас барысындағы кедергілерді жеңуге, өзін-өзін таныта білу мүмкіндіктерін береді. Арасында кішігірім болса да жинақтаған өз тәжірибеммен бөліскен тұстарым да бар. Айта өтер болсам, Заңғар желілік қауымдастығы мектептердің арасындағы математика пәнінен олимпиада есептерін шығару тақырыбындағы семинар практикумға қатысып, стандарт емес теңдеулерді шығару тәсілдерін көрсеттім. Осы айтылғандардың нәтижесінде келесі фигурадағы сияқты қырларым мен жақтарымды көбейтіп, кішігірім де болса жетістіктерге жеттім. Тоқталып өтетін болсам, қалалық математикалық регатада 5-ші сыныптар арасында оқушым Шынболат Тамерлан 2-ші орын, 8-ші сыныптар арасында Ахмет Алихан 3-ші орын. Республикалық пәндер олимпиадасының қалалық кезеңінде Менешев Нұрбек 2-ші орын иеленді. Өз жетістіктеріме тоқталатын болсам, мектепшілік үздік КМЖ байқауында 2-ші орын иеленіп, Абайдың 10 күндігі аясында өткізілген шарада үздік зере бейнесін сомдаушы номинациясын жеңіп алған болатынмын. Математика пәні мұғалімдерінің қалалық шығармашылық байқауынан 2-ші орын иелендім. Сондай-ақ 6-ші сыныпқа арналған танымдық математика факультативті курс бағдарламасын қала көлемінде таратқан болатынмын. Жоғарыда аталған жағдайлардың бәрін ескере отырып, өзім де мынандай жұмыс формуласын құрастырдым. Мен бар болғаны мектеп табалдырығын жақында ғана ұстаз болып аттаған жас маманмын. Мектеп оқушы ғана емес, болашақ ғалымдар даярлайтын білім ордасы. Ендеше осы орданың ғылымилығын арттыру үшін әлі де талай жұмыстарды қуана істеуге дайынмын. Мен өз мамандығымды шын сүйемін.